Сәлем, құрметті оқырманым. Сіз өзіңді өзгер YouTube арнасындасыз. Қазақ тілді контентті қолдау үшін каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал мен сіздермен энергияны құр босқа кетіретін 7 өте жаман әдетпен бөлісетін боламын. Ең біріншісі жалқаулық. Жалқаулық барлық жамандықтың бастауы екенін барлығымызда білеміз. Тоқырау мен деградация жағдайында адам өзіне қандай да бір іс-әрекеттерді жүктегісі келмейді. Жалқаулық әдеті уақыт өте келе адам тіпті болмашы нәрселерден де шаршайтындай күшейе түседі. Және қарапайым нәрсені жасаудың өзіне күш-қуат таппайды. Сондықтан бүгіннен қазірден бастап жалқаулығыңызбен күресумен бастаңыз. Екінші, мазасыздық. Психологиялық саулыққа әсер ететін барлық жағымсыз жағдайлар жүйке жүйесін шаршатады. Күнделікті тапсырмаларды орындау үшін қажетті энергия мен күш-қуаттан айырады. Адам мазасыз күйде болғанда, оның денесі әлжуазданады. Егер бұл әдетке айналса, стресс режиміндегі өмір қалыпты жағдайға айналады. Бұл өте жағымсыз әсер етеді. Сондықтан жүрегіңіздің тыныштығына қарай ұмтылыңыз. Үшінші маңызды нәрселердің бірі дұрыс ұйықтамау. Сапалы ұйқы жақсы көңіл күй мен жалпы денсаулық кепілі. Денені толық қалпына келтіру үшін режимді сақтау қажет. Бұл өте маңызды. Егер адам режимді елемейтін болса, кеш ұйықтаса, түрлі уақытта оянса, ұйқысы аз болса, ол өзін үнемі шаршаңқы сезінеді. Сондықтан әрқашан ерте ұйықтап, ерте оянуды әдетке айналдырайық. Төртінші, өткенге өкіну. Жағымсыз оқиғалар әрине қуаныш әкеле алмайды, бірақ ренжіп өткенмен өмір сүру әдеті жарқын болашаққа қадам басуға және мақсаттарыңызға жетуге кедергі жасайды. Жаңа жетістіктер мен хоббиге бағытталу мүмкін энергия ескі жағымсыз эмоцияларды бастан қайта өткеруге жұмсалады. Нәтижесінде армандар жолында еңбектенуге ешқандай күш қалмайды. Сондықтан құрметті оқырманым, өткен өмірді, өткен нәрсені артқа қалдырыңыз, қазіргі уақытпен өмір сүріңіз. Өз-өзіне көңілі толмау. Бір жағынан өзін-өзі сынау мотиватор ретінде қызмет ете алады, бірақ өзіне және жетістіктеріне қанағаттанбау еңсені түсіреді. Сонымен қатар, үнемі өзін-өзі қайрау біздің өмірлік ресурстарымыздың таусылуына әкеледі. Осы уақыттан бастап өз-өзіңізге көңіл толмау, өзіңізге критикамен қарауды доғарыңыз. Прокрастинация. Әдетте кейінге қалдырған нәрселер жиналып қалады. Бұл адамды бір уақытта көптеген міндеттерді шешу қажеттілігіне әкеледі. Бір немесе екі мәселені уақытылы шешуге қарағанда, бұндай әрекеттерді жүзеге асыруға әлде қайда көп күш жұмсалады. Сондықтан әр істі әр уақытта істеп үйреніңіз. Немесе істеу керек нәрселердің тізімін жазып қарап шығыңыз. Мүмкін кейбір іс-әрекеттерді мүлде жасаудың қажеті жоқ шығар. Сол нәрселерді ойлап басыңызды қатырмаңыз. Ең соңғысы салауатты өмір салтын ұстанбау. Темекі шегу, ішімдік ішу, пассив өмір салты, гаджеттерге тәуелділік, фастфуд жеу. Бұл жаман әдеттер дененің физикалық жағдайына әсер етіп қана қоймай, ішкі ресурстарды, атап айтқанда өмірлік қуат пен энергияны жояды. Өмірлік тепе-теңдікке жету үшін кем дегенде олардың санын шектеуге тырысқан жөн. Ал құрметті оқырманым, сіздің бойыңызда қандай әдеттер бар? Комментарийға жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Каналға әлі жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаны басып, лайк баса кетіңіз. Мен бірге болған өзіңді өзгерт YouTube каналы. Әрбір оқырманыма тек екі дүниенің жақсылығын тілеймін. Энергияңыз әр қашанда жоғары болсын. Қалаған арман мақсаттарыңызға жетуді шын жүректен тілеймін.